Біз 2020-ның қаңтар айында тіркелдік. Атын кім айтып кетпедің бе? Ақпан айынан бастап төлей бастадық. Атым Сәуле Иманалиева. Ақпан айынан бастап бірінші айдың төлемін несін төледік. 6 ай құйдық. 6 айдан кейін біз сұрадық. Дальше төлей береміз ба, или тоқтатайық па деп. Бізге олай ешкім мәжбүрлеген жоқ, мәжбүр жоқ деді. 6 айға дейін өзіңіздің белгілі уақытыңызда төлесеңіз болады, ары қарай төлесеңіз де төлемесеңіз де болады. Бірақ төлеген ақшаңыз сіздіңкі далаға кетпейді. Вообще мына 18 миллион алғаннан кейін үй алатын кезде сол ақшадан шегеріледі деді. Біз дальше больше төлей бердік. Өзіміздің алатын үйіміздің бәрібір төлейтін азая берсін. Ол далаға кетпеді, ол өзіміздің вообще алған үйімізде. Очередьтеріміз келді деп бізде март айында. Многие пишут, сол кісілерге не айтасыз? Март айында бізге хабарласты Орайдан. Сіздің үйіңіздің очередьте келді, офисқа келіңіз деп қуанғанымыздан сразу ертесіне бардық. Тіркелдік, договорды қайтадан жасаттық. Оценкін бәрі үйді таптық, оценкін бәрі жасалды. Енді головной офисқа документтің бәрі кетті. Алла қаласа, 2-3 күнде нотариусте кездесеміз. Екіншісін тауып көрсетіңізші. Екі договор. 18 миллион. 9 миллионнан жолдасымыз екеуміз 2 договор аштырғанбыз. Поздравляем, поздравляем. Ешқандай лохотрон емес.